Армысыздар, аптаның біз айтуға, сіз білуге тұрарлық басты жаңалықтарын түйіндейміз. Бұл Жүзнюс. Бүгін талқыға түсер тақырып мыналар. Ат тұяғын тай басар. Иранның жаңа рухани көсемі Муштаба Хаменей алғашқы мәлімдемесін жасады. Сонда ол не деді? Қазақстандықтардың қарызы жалақының 51%-на жетті дейді Дүниежүзілік банк. Қарызы жоқ қазақ қалдым өзі? Біз сұрап көрдік. Forbes жариялаған жаһандық миллиардерлер тізіміне тағы 2 қазақ қосылды. Олар кімдер? Қазақстанның жаңа мұнайы, қазақтың сирек металдарының қызығын кім көреді? Жүз медиа сараптайды. Енді рет-ретімен Иран жаңа рухани көсемінің есімін жария етті. Ол Муштаба Хаменей, ақш пен Израильдің шабуылынан қаза тапқан Әли Хаменейдің екінші ұлы. Бұл Иран Ислам Республикасы тарихында ел басшысының орнын оның ұлы басқан алғашқы жағдай. Осылайша Трамп ел билігіне Ақ үйдің ықпалындағы адамды әкелуге қанша тырысқанымен болмады. Муштаба Хаменей 56 жаста. Көп алдына шығып көлгірсіп сөйлеуді ұнатпайтын, ешқашан мемлекеттік қызмет атқармаған, сұхбат бермейтін тұйық адам. Соған қарамастан ол көбіне көлеңкедегі көшбасшы ретінде танылып, әкесінің көзі тірісінде тірегіне айналған деседі. Муштаба Хаменей өзінің қаталдығымен мәлім Иран қоғамында, және оның Ирандағы байлығын, былай айтқанда капиталын сыртқа, оның ішінде Дубайға және Лондонға, Швейцарияға жібергендері туралы мәліметтер өте көп. Парсы тілді сайттарда, парсы тілді ақпарат құралдарында әкесінің жолын ары қарай жалғастырады және кек алуды бастайды деп ойлаймын. Бұл Израильмен және ақшпен Иран ешқашан ымыраға келмейді. Егер шынымен Муштаба Хаменей тірі болса және ол билікке келіп араласса, Иран, яғни Муштаба Хаменейдің басшылығындағы Иран ешқандай келісімге келмейді және бұл соғыс одан ары жалғасып ұзаққа созылып кетеді. Отандық Иран танушы Жәнібек Көпжасардың егер ол тірі болса деген дүдамал ойының астарында бір мән жатыр. Әуелде Муштаба да шабуылдан марқұм болды деген ақпар тараған. Кейін оны Иран билігі жараланды деген мәлімет таратты. Себебі ел билігіне келгелі оны көрген ешкім жоқ. Бірақ кеше ғана ол бұл үнсіздікті бұзып алғаш рет мәлімдеме жасады. Ол өзі көрінбегенімен сөзі мемлекеттік телеарнадан оқылды. Сонда ол не деді? Ормуз бұғазы жабық қалуы тиіс. Иран кек алуды жалғастыра береді. Иран көрші мемлекеттермен татулықты қалайды. Басты нысана әскери базалар. Өзін парсының заңды мұрагері, Кердің ұрпағы деп көкірек соғатын Иран 1979 жылғы ислам революциясына дейін өркениетті ел болатын. Иранның соңғы шахы Мұхаммед Реза Пехлеви феодализмді құртты. Жерді шаруаға берді, сауатсыздықты жойды, әйелдерге дауыс беру құқығын берді. Әйелдер министр, судья, депутат бола бастады. Мына сурет соның айғағы іспетті. Ислам революциясына дейінгі және кейінгі Иран әйелдерінің бейнесі. 38 жыл елді басқарған сол шах ақыры елден қашуға мәжбүр болды. 60 жасында Мысырда айдауда жүріп, қатерлі ісіктен қайтыс болады. Міне тарихтың ащы сабағы. Патшалардың да тағдыры бір сәтте тәлкекке айналуы мүмкін. Бір кездегі ұлы мемлекет атанған Иран туралы осы және өзге де қызықты деректер жүз медианың аятоллалардың ақыры немесе Иранды не күтіп тұр атты сараптамалық материалынан оқи аласыздар. Енді елге оралсақ, Дүниежүзілік банк Қазақстан бойынша ай сайынғы экономикалық шолуын жариялады. Есеп кез келген экономисті есеңгіретеді. Қазақстандықтардың қарызы жалақының 51%-на жетті. Өткен 5 жылда халықтың қарызы шамамен 2 есе артқан, ал табысы небәрі 15%-ға өскен. Банк сарапшылары табыстың азаюы мен жоғары инфляция азаматтарды күнделікті шығындарын жабу үшін несие алуға мәжбүрлеп отыр деп тұжырымдайды. Шынымен қарызы жоқ қазақ қалдым өзі? Астана жұртынан сұрап көрдік. Көп айтқанға ет. Қанша төлейсіздер? Айына ма? Где-то 400. Кредит, я? Жетеді ғой. Қанша кредитіңіз бар? Айына 200 мыңнан аса төлейміз. Количествосы 4 кредит общий. Жетіп жатыр ма? Табысыңыз? Енді жеткіземіз ғой. Жеткізуге тырысамыз барынша. Зейнеткермін. Кредит деген енді прям чем пенсиямнан асып тұр, шынымды айтсам. Соны жағдайын ойлап тұрмын. Не істесем екен? Ой, қолымда 4, Евразияда біреу, басаяғы уж миллион 3-4. 2 миллион. Ол примерно 8 дейма бар. Мен жиналған. Жұмысыма деп алған. Каспийда рассрочкаларым бар. Кейде көбейеді, кейде азаяды. Примерно 100 мыңдай. Сейчас нету. Я вот недавно закрыла кредит. Менің басымда бір 5 кредит бар екен. Жетіп жатыр ма? Айлықтарыңыз? Тамақ ішпейміз, соған төлейміз енді. У меня есть долги на процентные долги. 6 миллион. Қарыз тек ата-анамнан алам.
сосын қайтарамын оларға. Бір рет алып едім, ең біріншіде. Анау мені не болды ғой біріншіде. Біз ең біріншіде. Мен қазір 78-демін ғой. Ойбай, ұзбандай, анау облыстан ұзбандай, сен не жасаймыз, үйтеміз, атыңды тәркілейміз. Ойбай құрсын, машиналарымды, зейден бәрін бердім де құтылып сосын жоламадым. Жоқ, совсем кредитім жоқ. Бақытты адаммын. Жетеді. Примерно 200. Бір емес бірнеше кредитті қалай төлеймін деп шақшадай басы шарадай болып жүрген қазақстандықтардың шамына батса да айта кетер бір жаңалық бар. Осы аптада Forbes жаһан миллиардерлерінің рейтингін жариялады. Бұрын бұл тізімде 6 қазақстандық бар еді. Дәулетті қазақстандықтардың көшін әдеттегінше Вячеслав Ким бастайды. 7,8 миллиард доллар дәулетімен ол 477 орында тұр. Бұл тізімде Тимур мен Динара Құлбаевтар, Болат Өтемұратов, Тимур Турловтар тұр. Енді бұл қатарға Нұрлан Смағұлов пен Айдын Рахымбаев келіп қосылды. Нұрлан Смағұловтың байлығы шамамен 1,3 миллиард долларға бағаланып отыр. Ол Оңтүстік Корея және Қытай көліктерін құрастырып, сатумен айналысады. Әрі елдегі ең ірі мега сауда ойын-сауық орталықтары желісінің негізін қалаған кәсіпкер. Ал елдегі ең ірі құрылыс компаниясының иесі Айдын Рахымбаев 1,1 миллиард доллар дәулет жинап, тізімде 3185 орынға жайғасты. Осы аптада өнеркәсіп және құрылыс министрі Ерсайын Нағаспаев Ковказ Капитал Групптың бас директоры Доминик Хитонмен кездескен. Бұл компания Қарағанды облысы аумағындағы әлемдегі ең ірі кен орындарының қатарына кіретін солтүстік қатпар мен жоғарғы қайрақтыны игеріп, 2 фабрика мен 1 металлургиялық зауыттың құрылысына 1,1 миллиард ақш доллары көлемінде инвестиция салу қажет. Жоғарғы қайрақтыда шамамен 90 мың тонна вольфрам триоксиді және 13 мың тонна молибден бар деп болжанып отыр. Бұлар Қазақстанның жаңа мұнайына баланған сирек металдар. Жалпы геологтардың соңғы бағалауы бойынша Қазақтың ен даласында 28,2 миллион тонна әлемде сирек кездесетін металдар жатыр. Бұл көрсеткіш Қазақстанда әлемде екінші орынға шығарады. Бірінші орында 44 миллион тонна байлығымен Қытай тұр. Қазақстанның жаңа мұнайы сирек металдардың қызығын кім көреді? Жүз медианың тағы бір сараптамалық материалын сайттан оқи аласыз. Айтып өтпеске болмас аптаның тағы бір жаңалығы жол ережесіне қатысты. Енді қауіпсіздік белдігін тақпаған немесе көлік жүргізіп келе жатып, телефон ұстаған жүргізушілер айыппұл төлеуі мүмкін. Енді бұл бұзушылықтарды жолдағы камералар автоматты түрде тіркейтін болады. Бұрын мұндай ережелердің бұзылуын тек жол патрульдік полиция қызметкерлері ғана анықтайтын. Осылай етуге мәжбүрміз дейді Ішкі істер министрлігі. Себебі біздің елде көлік көп, сондықтан да өлім көп. Жыл сайын Қазақстанның қара жолдарында 2,5 мың адам қаза тауып жатыр. Аман болайық, аптаның айтары осы. Біздің сайтты оқып, Жүз медианың әлеуметтік желілеріне жазылып қойыңыз. Жүз Ньюсте келесі жүздескенше жүзіміз жарқын болсын.